Ассалаумағалейкум, менің есімім Нұрғиса. Бүгін сіздерге қой және ешкі шаруашылығына арнап салып жатқан қорамызды көрсететін боламыз. Ауыл шаруашылығы саласында жасап жатқан еңбегімізді бағалап, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер, себебі осы видеоның соңында салынып жатқан қораның жалпы бюджеті, яғни қаражаты жайлы айтып өтетін боламыз. Онда ұрыста тұрыс жоқ. Ендеше бастаймыз. Бақытты боп жүргені бері қара мен де ғашықпын саған. Сонымен мынау салынып жатқан қорамыз былай қарай ұзындығы 18 метр, ал ені 11 метр. Мынау жерден 90 сантиметр көтеріліп мынандай бетон құйылды, жалпақтығы 35. Бұл арасына тас салып отырып құйып шықтық. Мінекей тастар әр жерлеріне осындай көрініп тұр. Апалка құрастырып былай құйылған. Мынандай апалканың ағаштары өзінің ішінде қалып кетті. Мынаменен мына екеуі арасында байланысқан. Бұған жалпы бізге биіктігі 1 метр емес, 90 сантиметр етіп бұлай айналдырып құйып шығу үшін бізге кеткен цементтің мөлшері 25 қап, 1600 теңгеден үйге дейін әкеп береді. Бізде оның бағасы сонда 40 000 теңге болды. Кейіннен біз мынандай бірде-бір тас сатып алған жоқпыз мынандай кірпіштерден, яғни бұлардың барлығы да жаңағы бұзылған үйлер, бұзылған қираған бұрынғы орында деген сияқты сондай жерлерден тасып өзіміз қолымызбен әкеп орналастырдық. Яғни мынау жоғарысында көріп тұрғандарыңыз ұшпал ғой. Осы ұшпалды урвемен тегіс етіп қойып, әр жеткен жерінен мынандай стойка сияқты орнатып, екі ұшпалдың келген жерлеріне. Солай, мынаның биіктігі 50 сантиметр болды, 90-ның үстіне 50 сантиметр. Және оның үстіне ұшпал қойылды. Енді екі жақ қабырғасы ғой, сондықтан да болған онша сағатты маңызды емес. Және ар жақ шығатын, және болашақта қораның ар жағынан навес жасаймыз деген ой бар. Сондықтан да соған кіріп шығып жүру үшін меніке мынандай тек қана қойға ғана арналған екі жерден мынандай кішкентай есік істедік. Бұл тек қана қойларға кіріп шығып жүру үшін. Келесі ұшпалдардың бағасы бізге жалпы 70 000 теңгеге ұшпал алғанбыз. Бірақ біздің алған ұшпалымыз өте көп екен. Тағы да біраз ұшпал мына жақта қалып қойды. Қалып қойды. Және бір кісі үй бұзып жатыр екен, сол бұзып жатқан үйінің шатырын толығымен алғанбыз, яғни ағаштарымен мынадай страпила деп жатады, ағаштарымен, үстіне қоятын тақтайларымен, бәрімен. Және шифрымен әрине. Бағасы 100 000 теңгеге түсті. Құрылыс басында көбіне бір адам, ары кетсе екі адамды ғана жұмыс істеді. Сондықтан да жұмыс сағатты өнген жоқ. Көздеріңіз көріп тұрғандай қар жауып кетті. Бірақ біз әрде үлгереміз деген ой бар. Шатырын жауып, әрі мынандай қолдарымызда жарылып кетті. Қора құрылысы тым созылып кетті. Себебі құрылыс басында көбіне бір адам, сол жаңа қолдар жарылып кеткен адам. Кейде ол да ешкі қой бағып кетеміз. Бірақ сол қой баққан, ешкі баққан өзіме шын айтсам ұнайды. Андай күйбең тіршіліктен бір уақыт демалып қаламыз да. Осы орайда сіздерден сұрайын дегенім, қабырға бойы осындай болды. Бұл төмен емес пе? Ойларыңызды комментарийге жазыңыздар. Егер құрылыстан хабардар болсаңыздар әрине. Менің ойлағаным, ортасы биік болады ғой, бұл шеткі қабырғасы ғой деген ойменен жасап жатыр едім. Жалпы осы қораның құрылыс материалдарына 250 000 теңге көлемінде қаржы жұмсалыпты. Көктемде қой бордақылауға арналған асты тапшан, яғни биік
құмалағы мен сигені төмен түсіп тұратын бордақылау қорасын салған болатынмын. Көрмеген болсаңыз, видео сілтемесін комментарийға төменге және описаниеге қалдырамын. Міндетті түрде осы видеоны көріп болған соң көріп шығыңыз. Әуелі осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз, арнаға тіркеліңіз, достарыңызбен бөлісіңіз.